Сонымен оқушылар, сәлеметсіздер ме? Сабағымызды бастай берейік. Артық оқушылар кіре ма, кірмей ма, мен даже білмеймін. Так, давайте бірінші есепке өте берейік онда. Егер сұрақтарыңыз болса, микрофонды қосып сұрай берсеңіздер болады. 3 адам екен. Так, мына жерде көрсетілген суретте күш 5 ньютон болса, ұзындығы 20 сантиметр болса, момент неге тең дейді? Так, бұл есеп енді оңай, Бұл жерде біз M0-ді F-ді деп қана тауып аламыз. F бізде жаңа айтылғандай 5, бөлінген 20 бөлінген 100, өткен 20 сантиметр. 20 сантиметрді метрге айналдыру үшін 100-ге бөліміз керек. Сонда біздің жауабымыз ньютон көбейтілген метрге тең болады екен. Мына есепте общий баллдан 10 ұпай берсек болады. Қараңыздар, мына формуланы қолданғанға қолданғанға 7 ұпай берейік. Ал егер мына жерде, допустим, қателесіп кеткен болса, онда 7 ұпай болып қалады. Ал егер дұрыс шығарған болса, аударып дегендей сантиметрді метрге, онда толығымен 10 ұпай болады. Келесі есепте көрсетілген суретте 10 нүктесіндегі момент неге тең? R тең 1 метр дедік. Так, қараңыз, получается, бізде мұнда әрқайсысы 90 градустан әсер етіп жатыр. Сондықтан біз тек қана, мысалы, 100 ньютон күшке 1 R расстояниясын аламыз. 200 ньютон күшке 2 R расстоянияны алсақ, ал мына күшке біз 3 R аламыз. Так, енді байқап отырсаңыздар, мына екеуі бізде минус, ал мынау бізде плюс жаққа қарай тартып жатыр. Сондықтан не істейміз? Плюстардан бастайық. 200 көбейтілген 2R ғой, немесе сразу 2 метр деп жаза салайын. Кейін минус көбейтілген 100 көбейтілген 1 метр азайтылған 250 көбейтілген 3 метр. Әбдібек Ақнұр, микрофоныңызды өшіре саласыз, ренжімесеңіз. Так, осы жерден біз не істейміз? 0-ге тең дейміз. Ой, жоқ. Момент сұрап отыр екен, момент неге тең дейді. Бұл бізде 10 нүктесіндегі моментке тең болады. Енді осы жерден 400 азайтылған 100 азайтылған 750. Бұл бізде M0-ге тең. Және осы жерден M0 300-ден 450 алсақ, 300-ден 750 алсақ, минус 450 ньютон метр болады екен. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Жақсы, бұған 20 ұпай берейік. Общий.
мына жерде негізі біз формуласын жазу керек едік, ол обязательно формуланы жазу. F2 D2 деп мысалға да азайтылған F1 D1 азайтылған F3 D3 тең M0 деп. И осыған біз қанша балл береміз? Қанша балл берсек болады? 12 ұпай берейік. Ал мынаған 8 ұпай берейік. Егер қараңыз, мына жерде бағыттармен қателессеңіз, мысалға, мынау плюс деп жаздыңыз, мынау қалған екеуін тоже плюс деп жазсаңыз, әрбір дұрыс жазылған бағытқа, то есть әрбір қате жазылған бағытқа 4 баллдан азайтып отырсаңыз болады. Егер вдруг бағыттан қателесіп кеткен болсаңыз. Жақсы, егер ешқандай сұрақ болмаса, ары қарай жылжи берейік. Үшінші есепке. Көрсетілген суретте мұнда таяқшаның ұзындығы 3 метр болса, жіп O нүктесінен 2 метр қашықтықта ілінген дейді. Жіптің керілу күшін және O нүктесіндегі реакция күшін табыңыз. Так, не істейміз? Мына жер 53 болса, мына жер тоже 53 градус. Т-ны екі проекциясын сызайық. Былай қарай Т. Мына Tx болсын, Ty болсын, бізде мына жерде төмен қарай әсер ететін жаңағы W бар ғой, оны да екі компонентке бөлсек болады. WY және WX деп. Так, енді осы жерден давайте TY неге тең екенін жазайық. Ол бізде Т көбейтілген синус 53. X неге тең екенін жазайық. Ол бізде Т көбейтілген косинус 53. Мына жерде углдар қай жерде болады? Мына жерде 53 болады. Мына жеріміз бізде 37. Яғни WY бізде W көбейтілген косинус 53. Ал WX бізде W көбейтілген синус 53. Так, енді W бізде 500 ғой. 500-ді косинус 53-ке көбейтсек қанша болады? 500 көбейтілген 0,6, ол бізде 300 ньютонға тең. Ал 500 көбейтілген синус 53, то есть 500 көбейтілген 0,8, ол бізге 400 ньютонды берсе. Жақсы, ары қарай жалғастыра берейік. Бізде тағы қандай күштер бар? O нүктесінде бізде реакция күштері бар, Ой, блин. Сызылмай кетті.
Так, бізде жоғары қарай ry болсын, и оңға қарай rx болсын, ә? Так, енді былай істейік, O нүктесінен жаңағы момент алайық, иә? O нүктесінен момент алған кезде rx пен ry бізде осы расстояниядан 0 деген қашықтықта, сол үшін ешқандай роль ойнамайды. Бірақ бізде мына wy мен ty роль ойнайды. Соларды табайық. wy-ға дейінгі арақашықтық қанша? Мұнда көрсетіліп тұр, 2 метр. Ал ty-ға дейінгі арақашықтығымыз ол бізде 3 метр, да? Енді қараңыз, wy көбейтілген 2 метр. Ол минуспен болады, е? Етіп жазбай қойық. Плюс ty көбейтілген 3 метр. Тең болады бізге 0, да? 0-ге тең болса. И осы жерден wy бізде 300-ге тең. Яғни көбейтеміз минус 600. Қосылған. ty-дің орнына синус 53-ті қояйық. Синус 53 дегеніміз ол бізде 0,8 көбейтілген 3, тең болады 0-ге. И осы жерден t-ні тауып аламыз. Ол бізде 600 бөлінген 2,4. Так, калькуляторды қолданып 600-ді 2,4-ке бөлейік. Жауабымыз 250 ньютон шығады екен. Ньютон. Так, t-ні таптық. Енді қараңыз, rx пен ry табу бізде бұл есепте әлдеқайда оңайырақ. Себебі x бағытында бізде тек қана t деген күш бар, иә? Ал y бағытында бізде тек қана w бар. Яғни не істейміз? Rx бізде t-ға тең болса, ry бізде w-ға тең. Яғни rx бізде 250 ньютон, ал w бізде 500 ньютон. Жақсы, ештеңе етпейді. Так, енді осы жерден Пифагор теоремасын қолданып табамыз, иә? Қосылған 250 квадраттармен тең болады. Так, калькулятормен 250-дің квадраты қосылған 500-дің квадраты. Осыны түбірасын аламыз. 560 болады екен. Яғни жауабымыз 560 ньютон. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса, микрофонды қосып қоя берсеңіздер болады. Так, мына есепке 20 ұпай берейік. Так, давайте бастик. Онда мына формуланы дұрыс жазғанға 3 ұпай. Мына формулаларға бір-бірден. Мына формулаларға бір-бірден.
Анан тапканга ошого бизде 10 жок бир-бирден эмес, мыналарга 2ден берсек дурус шығар, э? 8, 11, 3, 3, и мыналарга 1,5 берик. Жақсы, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ сияқты, онда ары қарай жылжып жіберсек болады. 60 ньютон дене теңдей бөлінген таяқшаның үстінде тұр. Жүктің керілу күшін табыңыз. Бұл оңай, е? Не істейміз? Тек қана мына нүктеден біз момент аламыз. Мына нүктені О деп алайық. МО-дан жерге 4L болады. Давайте әрбір нені бөлікті 1 метр деп ала салайық. Бұнда тұрған ештеңе жоқ. Сонда мынандай Т болса 60 көбейтілген 4 азайтылған Т көбейтілген 6 болады. Неге олай десеңіздер, мынау бізде 4 мынандай не бар? Бөлшек. Ал мынаған дейін 6 бөлшек. Нүктені осы Одан бастап санаймыз. И осы бізде 0-ге тең. Мына жерден табатын болсақ, 240 тең болады 6 Т-ға. И осы жерден Т бізде 40 ньютонға тең болады екен. Бұл есепке де оған есептер қандай еді? Бұл есепке де 10 ұпай берейік. Формуласын дұрыс жазған адамға бірінші есептер қалай істеп едік? 7 ұпай бердіге, тура солай 7 ұпай. Жауабын дұрыс тапсаңыз 3 ұпай береміз. Жақсы, онда ары қарай жылжайық. Шардың массасы 30 ньютон болса, жүктің керілу күші мен реакция күшін табыңыз. Бұл есеп енді біраз қиындау болған болуы мүмкін. Сондай да қатты қиын емес. Так, бізде қандай күштер бар? Төмен қарай W, және мына бағытта R, және мына бағытта бізде T. Енді қараңыздар, Т бізде неге тең болады екен? Басқа күш болмағандықтан, мына екеуінің шығарған күшіне тең болады. То есть, бұлай алсақ болады. Мына жері 37 градус. Мына біз Т-ға тең деп алсақ болады. Так, енді мына жерде бізде W белгілі. Мұнда Т, мына жер W, мына жер R-ды. Мына жеріміз 37 градус. Самый обычный треугольник сыздық, и все, осы жерден табуға болады. W бізде 30 ньютон болса, R Т-ны тауып алайық алдымен. Сонда W бөлінген Т бізге косинус 37-ні береді. Косинус 37 дегеніміз 0,8. Яғни Т бізде W бөлінген 0,8-ге тең. Яғни 30 бөлінген 0,8. Ол неге тең болады? 37,5. 37,5. Ньютон, не? Жақсы, енді осы Т-ны қолданып, R-ды тауып алайық. R бөлінген Т
бізде синус 37 тең болады 0,6. Енді мыннан r неге тең болады екен? T көбейтілген 0,6 и 37,5 көбейтілген 0,6 тең болады 22,5. Сұрақтарыңыз бар ма? Есептер оп-оңай шықты деп ойлаймын, сіздерде де. Так, мына есепке 15 ұпай берейік. Бірінші мына күштер сызған үшін 5 ұпай болсын. Екінші c-ны тапқан үшін 5 ұпай. Және r-ды тапқан үшін 5 ұпай. Так, сұрақ жоқ болса, онда ары қарай жылжи берейік. 2 метр баспалдақ 1,2 метр жарға сүйеніп тұр. Баспалдақтың салмағы 120 ньютон болса, және А нүктесінде үйкеліс болмаса, Б нүктесінде реакция күшін табыңыз. Так, Б нүктесінде реакция күшін табыңыз дейді. Біз бұл Б нүктесінде реакция күші қандай бағытта екен білмейміз, ол кез келген бағытта болуы мүмкін, сондықтан пластик Rx және Ry деген екі компонентті енгізейік. Бірақ мен ойлап отырмын, что мына бір күш мынаған параллельно, перпендикулярно болады ма деп. Бірақ ол нақты емес. Қазір көреміз шығару барысында. Так. Бізде тағы қандай күш бар? Бұл жерде жоғары қарай N және үйкеліс күші. Так, Б нүктесіндегі реакция күшін табу үшін бізде айтпақшыда еще біз мына жерінде салмағы бар, иә. Мына жердегі күштерді табу үшін бізге А нүктесінен момент алу керек. А нүктесінен момент алу керек. Так. А нүктесіне момент алған кезімізде мына күштердің моменттері 0-ге тең болады. F-тің да, N-нің да. Ал мыналар неге тең болады екен? Мынаның біз мына бір проекциясы керек болады бізге. Мына жеріміз 53 градус. Сонда бұл бізге былай қарай етіп жатыр. W көбейтілген косинус 53 көбейтілген общий ұзындығы 1,2 ғой. Значит, біз жартысын аламыз, 0,6-ны. Так, енді Rx, Ry. Так, мен былай ойлап отырмын, что жаңа менің айтқан гипотезам дұрыс деп, что бізде R тек қана осындай бағытта болады.
То есть мынаған перпендикулярно деп. Давайте солай шығарып көрейік. Сонда есебіміз намного оңай болады, иә. Мына жеріміз 1,2 болса, мына бір ұзындық неге тең болады? Оны оп-оңай үшбұрыштан тауып алуға болады. 53 1,2. Мына жеріміз дегеніміз 1,2 бөлінген синус 53 бола ма? 1,2 бөлінген 0,8, яғни 1,5 бола ма? 1,5 метр екен. Яғни мына арға дейінгі арақашықтығымыз ал бізде 1,5 метр. Тең болады 0-ге. Так, енді осы жерден арды тауып алайық. РБ болсын бұл, иә, Б нүктесіндегі. Так, РБ бізде неге тең? W косинус 53 көбейтілген 0,6 бөлінген 1,5. Так, калькуляторды қолданайық. Сразу 120 көбейтілген 0,6 көбейтілген 0,6 бөлінген 1,5. Жауабымыз 28,8 шығады екен. 28,8 ньютон. Арбаны таптық, мына нүктедегі. Так, енді бізде мына жеріміз 53 болса, значит мына жеріміз тоже 53 градус. Оны жазып қояйық, керек болады қазір. Сразу RX пен RY тауып алайық осы жерден. RX дегеніміз бізде RB көбейтілген синус 53. Яғни 28,8 көбейтілген 0,8. Қазір сразу калькулятор қолданып шығара салам. 53 28,8 көбейтілген 0,6. Калькуляторды қолданайық. 28,8 көбейтілген 0,8. 23,04. Ньютон. Мынау 17,28. Осы жерге үшін сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, сұрақ жоқ болса, онда ары қарай жылжи берейік. А нүктесіндегі реакция күшін табыңыз дейді. А нүктесіндегі реакция күші. Оны қалай табамыз? N, ол вертикально бағытталған. Вертикально бізде тағы қандай күш бар? Бізде RY бар және W бар, яғни N жоғары қосылған RY жоғары, ал W бізде төмен. Осы жерден N-ді оп-оңай тауып алуға болады, ол бізде W азайтылған RY. Так, W осы жерде бізде 120-ға тең. Азайтамыз RY-ді 17-де 28-ді. Бұл бізге 102-де 72-ні береді. Ньютон. Бұл бізде N. Ал енді F-ті табу керек болса,
Бізге горизонтальный қандай күштер бар? Тек қана F-тан басқа RX қана бар, иә? Сондықтан осы екеуін теңестіреміз. И табамыз, что F бізде 23-те 0,4. И осы жерде сразу, егер Ньютон қызық болса, вдруг қандай коэффициент трениесі бар екен деп, онда біз 23-те 0,2-ні сразу бөле салуға болады. 102-де 72-ге. И сонда бізде коэффициент трениеміз неге тең болады екен? 23,02 бөлінген 102-де 72. 0,122-ге тең екен. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ ағай дейді. Жақсы, онда осы негізі біздің соңғы сабағымыз еді.